Баршаңызға сәлем. Қойдың ішек қарынан ыстық салат жасаймыз. Бізге керекті жемістер. Бір пиязды алып, орташа қалыңдықта тураймыз. Ішек қарынды 1 сағатқа тұз қосып, суда пісіріп аламыз. Және орташа қалыңдықта турап аламыз. Сәбізді алып, үкіштің ірі жағынан өткізіп аламыз. Жасыл болгар бұрышын қалың қылып тураймыз. Қызыл бұрыш, сары бұрыш қоссаңыздар да болады. Бір қызанақты алып, орташа қалыңдықта турап шығамыз. Табамызға майды қыздырып, пиязды қуырамыз. Пиязымыз күйіп кетпеу керек. Және ішек қарынымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жабысып қалмау керек, күйіп. Сарымсақты езіп қосамыз. Және жарты кружка су құямыз. Бұрыштарымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қызанағымызды саламыз, тұз қосамыз. Тұзды енді татымына қарай қосасыздар. Мен өзім көп қоспаймын. Қара бұрыш, паприка және зира. Кішкене ғана зира қосып жіберемін. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып бұқтырамыз. Петрушка қоссаңыздар болады, укроп қоссаңыздар болады. 40 минутта бетін жауып пісіріп аламыз. Ыдысымызға салып, бетіне ащы бұрышты қоямыз. Күнжіт сепсек те болады. Сіздермен бірге болған Әсем Леспекқызы.